Қайырлы күн достар, бүгінгі видеода айтатынымыз Аргентина мен Хорватия сборный командалар болады. Бірінші кезекте біз Аргентина тоқталып өтейік. Тренері Скалони болып саналады, және де капитаны Лионель Месси болып саналады. Аргентина мемлекеті осы уақытқа дейін 1978 және 1986 жылдар әлем чемпионы болды. Қазір 32 жылдай болды, әлі ондай үшінші рет әлем чемпионы болу бақыты әлі бұйырған жоқ. Мүмкін кім біледі, осы жолы 2022-де бұйырып қалар. Және де олардың ойнаған ойындарын айтып өтетін болсақ, бірінші ойында Аргентина мен Сауд Арабиясымен өткізді. Бұл өкінішке орай 1-2 есебімен ойсырата ұтылып қалды. Сауд Арабиясы бірінші голын 48-ші минутта салды, және де екінші голын 5 минутқа жеткізбей, екінші голын салып жеңіп кетті. Бұл тарихта болмаған жағдай, сенсация болды. Аргентина мемлекет бірінші ойында жеңген араб мемлекеті болды. Екінші ойында Аргентина Мексика мемлекетімен сборный командасымен ойнады. Бұнда бірақ өздерін жинақтап, Сауд Арабиясынан алған сабақтарынан ондай жақсы өнеге көрсетіп, 2-0 есебімен Аргентина мемлекетін ойсырата жеңіп кетті. Және де біз үшінші ойында Еуропадан келген Польша мемлекетімен өткізді. Польша мемлекеттен өздеріңіз білесіздер, жақсы ойын өрнегін көрсеткен мықты сборный команда саналады. Онда Польша мемлекетінде 2-0 есебімен жеңіп кетті. Жақсы ойын өрнек болды бұл жерде. Төртінші ойында бізде Аргентина Австралия кенгуру мемлекетінен келген Австралия сборный командасымен ойнап шықты. Бұнда да бұл үшінші рет, мысалы Мексика ойнағанда, Польша ойнағанда, Австралия ойнаған кезде де Аргентина 2-0 есебімен ойсырата жеңді. Сөйтіп 5-ші ойында Аргентина Нидерланды мемлекетімен кездесті. Нидерланды мемлекетімен мықты жақсы ойын болды. Нидерландта өз мықтылығын көрсетті. Сонымен Нидерланды мемлекетімен Аргентина тең түсті. Есеп қанша болды деп ойлайсыздар? Әрине тағы да 2-2 болды. Сөйтіп әзірге Аргентина тек бүгінгі күні түнгі 12-де Хорватия мемлекетімен кездесетін болады, полуфиналда ойнайтын болады. Ендігі жерде біз Хорватия мемлекетін айтатын боламыз. Хорваттар бұл Еуропадан келген сборный команда. Хорваттар өздері жас сборный команда, соған қарамастан өте мықты сборный команда саналады. Олар бірінші ойыннан Марокко қарсы өткізді. Бұл жерде Мароккомен ойнаған ойында екеуі тең-тең түсті. Хорватия екінші ойында солтүстік Америкадан келген Канада мемлекетімен өткізді. Бұл жерде Хорватия өзінің мықтылығын жақсы ұйымдаса білгенін көрсетіп, 4-0 есебімен Канаданы тас-талқан етіп жеңді. Канадада ешқандай шанс болмады. Хорваттар үшінші ойында Бельгия мемлекетімен өткізді. Бельгия Еуропада келген сборный команда, барлықтарыңыз білесіздер. Бұлар да өте азулы, мықты сборный команда. Соған қарамастан екі жақта тең түсті. Хорватия мен Бельгия тең түсті. Ойын өте тартысты өтті, жоғары деңгейде және де ауыр болды. Соған қарамастан тең болды. Және де төртінші ойында бізде кіммен ойнады деп ойлайсыздар? Әрине Япониямен ойнады. Япониямен де ойын өте мықты болды, тартысты өтті. Японияда өздерінің ойындарын жақсы көрсете білді. Және де Хорватия бұл ойында өте 1-0 есебімен жеңіске жетті. Мына болельшіктерді көріп отырсыздар. Сөйтіп жақсы ойын болды. Ары қарай кететін болсақ, 5-ші ойында бізде атақты Бразилия мемлекетімен хорваттар ойнап шықты. Бразилияда бұл білесіздер, өздеріңіз Оңтүстік Американың дүние жүзінде көп дүркін әлем чемпион болған. Сонымен Хорватия мен Бразилия тең-тең түсті. Енді ары қарай не деп ойлайсыздар өздерің? Ары қарай өз ойларыңызды қалдырыңыздар. Аргентина жеңеді ме, Хорватия жеңеді ме? Сіздердің пікірлеріңіз біз үшін маңызды. Комментарийға жазып кетіңіздер, ат салсыңыздар. Мықты команда жеңіп шықсын. Сау болыңыздар.